Дегелектің сыйы. Баяғыда бір қария келе жатып, аяғы сынып жүре алмай жатқан дегелекті көріпті. Оны үйіне алып келіп, сынған жерін таңып асырапты. Әбден жазылып, ұшуға жараған соң бостандыққа жіберіпті. Арада бірнеше күн өткенде, әлгі дегелек қарияның шаңырағына келіп қонады. Бір ғажабы, ол төбеден ат басындай алтын тастайды да ұшып кетеді. Дегелектің қарияға жасаған сыйы туралы сөз ел ішіне тарайды. Оған көршілердің бәрі таң қалып, ауыздарының суы құриды. Бір қомағай қарт балаларына: «Біз де бір дегелектің аяғын сындырып бағайық», деп ақыл айтады. Арам ойға барады. Бірде ол отынға барса, ұясының үстінде отырған дегелекті көреді. Таспен ұрып, аяғын сындырып, оны үйіне алып келеді. Байғұс қыз бірнеше күн азап шегеді. Олар оның сынған жерін таңып асырайды. Бір күні дегелектің аяғы тәуір бола бастағанын көрген көрші қарт оны ұшырып жібереді. Осыдан соң күнде шаңыраққа қарап дегелекті күтіп отыратын болады. Арада бірнеше күн өткен соң, дегелек оның шаңырағына қонып, төбеден бірнеше сарбас жылан тастайды. Алтын күтіп отырған кісінің шаңырағынан соншама жылан түсті деген не сұмдық? Көрші қарт алтын тұрмақ, басын қалай аман сақтаймын деп өз үйінен өзі безе қашыпты. Көрсе қызарлығы мен арамдығының арқасында өз жазасын осылайша тартыпты.